Қайырлы күн. Бүгінгі сабақ құрама сандарды жай көбейткішке жіктеу. Жай көбейткішке жіктеу деген жай сандардың көбейтіндісі түрінде жазу. Яғни жай сандардың көбейткіштердің барлығы жай сандардан құралу керек. Сонда ережесі жай сандардың көбейтіндісі түрінде жазу. Барлық көбейткіші жай саннан болу керек, яғни ешқандай құрама сан құрамында болмау керек. Жай санды солай көбейтінді түрінде жазамыз. Ең бірінші әдісі сатылап жай көбейткішке жіктеу дейді. Сатылап екі әдіс бар, бірі баған тәсілімен. Сатылап тәсілімен біз мәселен 420 санын алайын. Қалай сатылаймыз? 420 саны қандайда бір екі санның көбейтіндісі, табайықшы. Мысалыға, соңы 0-мен аяқталып тұрғандықтан мен 42 мен 10-ның көбейтіндісі деп алсам болады. 42-ні 10-ға көбейтсем 420 шығады. Бұл жерде 42 бізде құрама сан, 10 бұл да құрама сан. Ал біз бұны осы жіктеген кезде жай сан болғанға дейін жіктейміз. Демек 42 құрама сан жай санға жатпайды. Себебі бұның бірнеше бөлгіші бар, 10 саны да бірнеше бөлгіші бар, сол себепті ол жай санға жатпайды. Онда әрмен қарап тағы жалғастырам, екеуін жеке-жеке. 42 ол бізде неше мен нешені көбейтіндісі табайық. Мәселен, 2 мен 21-дің көбейтіндісі, 2 мен 21-дің көбейтіндісі. Ал 10 ше? 10 бізде 2 мен 5-дің көбейтіндісі. Енді осы жерден анықтайық. 2 бізде жай сан ба? Жай сан. 21 жай сан ба? Жоқ, оның бірнеше бөлгіші бар, 2 мұнда жай санға кіреді, және 5 жай санға кіреді. Демек, біз енді тек қана 21-ді ғана жіктейді екенбіз. Жай сан болғанға дейін көбейтіндісі. 21 қандай сандардың көбейтіндісі? 3 пен 7-ның көбейтіндісі деп алуға болады. Бұл жерде 3-те, 7-де, екеуі де жай санға жата ма? Әрине жатады, себебі жай сан дегеніміз бірге және өзіне ғана бөлінетін сан, басқа бөлгіші жоқ. Міне, соңғы көбейтінділеріміз осы. Мен осы жасылмен домалақтап қойған сандарын көбейтсек, мұна 420 деген сан шығады. Енді осыны жай көбейткіш түрінде жазамыз. Жай көбейткішке жіктелген түрде. Демек, 420 тең 2 жай сан бұл, 3 бұл да жай сан, көбейту 7 бұл да жай сан, және көбейту 2, көбейту және 5 бұл да жай сан. Міне, жай сандардың көбейтіндісі түрінде жаздым. Яғни мен жай көбейткішке жіктедім. Енді осы жерде қарасақ, қайталанған сандар бар, көбейтумен. Ол бізде қай сандар қайталанып тұр? 2 қайталанып тұр, сосын тағы 2. 2 қайталанып тұр, 3-те жоқ, 7-5-те жоқ. Демек, қайталанып тұрған сандарды біз дәреже түрінде ықшамдап жазуымыз керек. Демек, 2-ның квадраты болады, 2 рет көбейтіліп тұрғандықтан, және өсу ретімен жазамыз. 3 көбейту 5, сосын үлкені 7 тұрады. Яғни сіз мыналарды көбейтсеңіз, сізде 420 деген сан шығады. Бұл сатылап жай көбейткішке жіктеу. Келесі баған тәсілімен жай көбейткішке жіктеу деген бар. Мысалыға, бұл ең оңай әдісі және жылдам табуға болатын әдіс. Осыны көбірек қолдануға кеңес беремін. Мәселен, 792 санын жай көбейткішке жіктейік. 792 санын. Баған тәсілімен жіктеу деген санды жазамызда мынандай бөлу амалын қоямыз. Яғни мына сөз бізде бөлу деген сөз. Тік сызық бөлу деген сөз. Және де бұны жіктеген кезде қандайда бір жай санға бөлінісі түрінде аламыз, және ең кішісінен бастауға кеңес беремін. Мәселен, ең көп оңай әдісі бұл жерде соңғы цифрға қараңыз. Егер жұп болса,
онда автоматты түрде 2-ге бөліңіз. Себебі барлық жұп сандар 2-ге бөлінеді. Яғни жұп сандар 2-ге бөлінеді. Жұп сандар 792 бізде жұп. Жұптың цифрлары, яғни соңы 0, 2, 4, 6 және 8. Осы цифрлармен аяқталса, осындай цифрлармен аяқталса, онда автомат түрде 2-ге бөліңіз. 2-ге бөлдім. 792-ні 2-ге бөлдім. 792-ні 2-ге бөлсем қанша шығады? 396 шығады, е? Нәтижесін осыны астына жазам. 396 бізде тағы да жұп сан. Цифр бар 6. Онда мен тағы да автоматты түрде 2-ге бөлемін. 396-ны 2-ге бөлсем, 198 шығады. Осы 198 8-бен аяқталып тұр, демек жұп сан тағы да 2-ге бөлемін. 198-ді 2-ге бөлсем 99. Міне, соңы 9-бен аяқталып тұр. Демек ол жұп сан емес, 2-ге бөлінбейді, бұл тақсан. Онда анықтаймыз. Біз білеміз 3-ге және 9-ға бөлінгіштік белгіде цифрларының қосындысының нәтижесі осы цифрға, яғни 3-ге бөлінсе, 9 бізде жай сан емес, сол үшін алмаймыз. 3-ге бөлінсе, онда берілген сан да 3-ге бөлінеді. Цифрларын қосатын едіге. Ал егер соңы 5-пен аяқталатын болса, онда 5-ке де бөліп жібересіз. Ол бөлінгіштік белгінің қасиеттеріне сүйене отырып, белгілерге. 99-ды қарап көрейік. 9-ға 9-ды қоссам 18. 18 3-ге бөліне ме? Бөлінеді. Демек мен 3-ге бөлемін міне. 99-ды 3-ге бөлсем 33 шығады. 33. 3-ге 3-ті қосам. Тақсан, 3-ге 3-ті қосам. Цифрларын қосам. 6. 6 3-ге бөліне ме? Бөлінеді. Бұл жұп сан емес болғандықтан мен цифрын қосып көріп жатырмын. 33. 33-ті 3-ге бөлсем 11. 11 шықты. 11-дің өзі бізде қандай сан? 11-дің өзі жай сан. Онда 11 тек қана 11-ге бөлінеді. 1. Енді осыны 11-ді 11-ге бөлгенде 1. Енді осыны көбейтінді түрінде жазам. Жай көбейткішке жүктеп алдым, енді көбейтінді түрінде көрсетемін. Енді 2 көбейту 2 көбейту 2. 2 неше рет кездесіп тұр? 1. Бұлардың барлығын көбейту түрінде жазамыз. 2, 3. 3 рет. Демек 2-ның неше дәрежесі болады? 2-ні 3 рет өз-өзіне көбейтсек, кубы болады, 3 дәрежесі кубы. Келесі, бізде 3-те де қайталама бар екен. 3. 3-ті өз-өзіне 2 рет көбейтіп тұрмыз, демек 3-тің квадраты болады. Сосын көбейту 11-дің жұбы жоқ, онда тек қана көбейту 11 дейм. Яғни сіз мына сандардың барлығын көбейтіп шықсаңыз, мына 792 шығады. Яғни мына жақта, сол жақта, мына бөлу амалының сол жағында белгілеп қойған жағы, осы ортадағы сандар, осылар бізде тек қана жай сандар болуы керек. Міндетті. Есеп шығарып көрелік. Не үшін қажет? Қазір есепте бізде қажет болады. Мәселен, мынандай бірінші тапсырма берілсін. Тіктөртбұрыш пішінді алаңның, яғни мындай тіктөртбұрыш, алаңның өлшемдері натурал сандар. Натурал сан. Білеміз, күнделікті өмірде пайдаланатын сандар. Ауданы бізде 143-ке тең. Аудан ол S-пен белгіленеді, 143 метр квадрат дейді. Алаңның өлшемдерін тап. Яғни ұзындығы ені. Біз білеміз, ауданды тапқан кезде ол А мен Б-ның, яғни ұзындығы мен енінің көбейтіндісі. Ұзындығы мен енінің көбейтіндісі бізде аудан береді. Демек, қандай да бір ұзындығы мен енінің көбейтіндісі 143-ке тең дейді. Онда мен осы жерде іздеп көремін. Қандай сандардың көбейтіндісі? Яғни жай көбейткішке жүктеп жіберген ыңғайлы осы жерде. 143 бізде 11-ге бөлінетіні көрініп тұр. Себебі 3-ге бөлінбейді. 1-ге 4-ті қоссам
5, 5-ті 3-ке қоссам 8, 8 3-ке бөлінбейді. Одан үлкен сан іздеймін. 5-ке бөлінбейді, себебі 3-пен аяқталып тұр. 5-пен бөліну үшін соңғы 0 немесе 5 деген цифрмен аяқталуы керек, е? 7-ге бөлінбейді, қалдықпен қалады, 3 қалдық. Ал 11-ге бөлінетіні көрініп тұр. Себебі бірінші цифр 1, біріншіден, соңғы цифр 3. Екеуін қоссам, ортадағы цифр шыға ма? 1-ге 3-ті қоссам, 4-ін шығып тұр ма? Демек, екі жағында цифр қосып ортадағы сан шықса, онда 11-ге бөлінеді деген сөз. Бұл үштаңбалы сандарда. 100-бен басталатын сандарда бұл. Енді 143-ті 11-ге бөлемін. 13 болады. 13. 13-тің өзі жай сан, демек ол тек қана 13-ке бөлінеді. 13-ті 13-ке бөлсем 1. Демек, менде мына кішісін ені деп алайын. Өлшемдері үлкен санды бұл ұзындығы деп алайын. Шықты бізде жауап. Демек, алаңның өлшемдері 11 және 13 метрден. Келесі, мынандай бір есеп берілсін делік. Жәшік өлшемдері жай сандар. Өлшемдері жай сан. Өлшемдері дегеніміз не? Ұзындығы, ені және биіктігі, е? Ал көлемі 110 дециметр кубқа тең. Еске түсірейікші, көлемнің формуласы қандай еді? Көлемді табу үшін біз А, Б, С, яғни ұзындығы, ені, биіктігінің көбейтетін едік. Жәшіктің өлшемдерін тап дейді, яғни осы ұзындық, енін, биіктігін тап дейді. Бізге бұл жерде қандай үш санның көбейтін сілебіз деп отырмаңыз. Бірден жай көбейткішке жүктеп жіберіңіз. 110-ды жай көбейткішке жүктем, баған тәсілімен жүктеген ыңғайлы. 110 соңы 0-мен аяқталып тұр. Демек, жұпсан бұл 2-ге бөлінеді. 110-ды 2-ге бөлсем, 55, 5-пен аяқталып тұр. 5-пен аяқталса не 3-ке, не 5-ке бөлінеді. 3-ке бөлінетіндігін тексерейік. 5-ке 5-ті қоссам 10. 3-ке бөлінбейді. Демек, бұны автоматты түрде 5-ке бөлемін. Демек, 11 болады. 11-дің өзі жай сан болғандықтан, ол тек қана 11-ге бөлінеді. Демек, ұзындығын үлкенін алайын. 11, ені 5, биіктігі 2. Немесе орындар ауысуы мүмкін, бірақ бастысы біз өлшемдерін таптық. Қандай сандар? 2 дециметр, 5 дециметр, 11 дециметр.